регламент бойынша судаға енді ат жөніңіздің болады, айтып жіберсеңіз. Мен бас маман Досыбаева Жаңагүл орынбасарымна. Төраға осы кісі болады. Енді регламент бойынша хатшы тағайындау керек қой. Хатшы мен болсам деп отырмын. Үтітлеуов Рақымжан Найзабекұлы. Заңгер болып білем, актер мекемесін. Қарсылық жоқ қой ешкімде. Сол рұқсат болса баяндаманы оқып жіберсем. Сіздің назарыңызға бүгін Маңғыстау облысының Түпқараған ауданындағы Таушықтүрт кен орнында құрылыстас өндіруге кезінде бұзылған жерлерді қалпына келтіру жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімі ұсынылады. Ақтүр Кезек жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жоспарлаған қызметі Таушықтүрт құрылыстас кен орнын қалпына келтірудің техникалық кезеңі бойынша іс-шаралар өткізу, траншеялар мен шұңқырларды толтыру, бетін тегістеу, құрылыс қоқыстарын жинау, бетін жоспарлау және домалату келеді. Әкімшілік бөліну схемасына сәйкес жалпы құрылыстас өндіруге арналған Таушықтүрт құрылыстасының кен орны Түпқараған ауданында Таушық кентіне шығысына қарай 4-75 километрге орналасқан. Аудан орталығы Форт Шевченко қаласынан шамамен 90 километр, облыс орталығынан 89 километр шамамен орналасқан Ақтау қаласынан. Жалпы тау-кен бөлу алаңы 0,6 шаршы километр немесе 60 гектар келеді. Рекультивациялық жұмыстар жалпына ненің келісімшарттық мерзімнің соңғы кезеңінде жүргізу жоспарлануда. Келісімшарттың соңғы кезеңдерінде, яғни 2034-35 жылдарға. Бұзылған жерлерді рекультивациялаудың жұмыс жобасы рекультивациялаудың техникалық кезеңін жүргізуді көздейді. Қалпына келтірудің техникалық кезеңі құрылыстасын өндіру объектілерін салу процесінде жер учаскелерінің топырақ жамылғысын бұзылады. Жалпы кен орнында құрылыстас өндіру бойынша карьерге берілген жер учаскесі жалпы бұзушылыққа ұшырайды. Бұрын жалпы бұл жер учаскесі жайылымдық жер болып пайдаланылған. Қазір енді карьер болып тұр ғой. Жалпы осы құнарлы қабаты топырақ биологиялық қалпына келтіруге жарамайды. Биологический этап болмайды бұл жерде. Жалпы өзі кен орнында бұзылған жерлер қалпына келтіру бір-ақ кезеңнен өтеді, ол техникалық. Жалпы негізі екі кезең болады, өзі техникалық, биологиялық. Бұл жерде тек биологиялық болмайды, техникалық этаппен өтеді. Құрылыс кезінде бұзылған жерлерді техникалық қалпына келтіру кезеңі келесі түрлерін қамтиды. Негізгі жұмыс түрлері. Карьер қазбасының шығыс бортында орналасқан уақытша үйінділі топырақтың шартты құнарлы қабатын алу және сақтау, карьердің түбіндегі қалпына келтірілген бетті тегістеу, жоспарланған бетке сақталатын қарашілік қабатын жағу. Техникалық қалпына келтіру жұмыстарының негізгі мақсаты кейіннен қолайлы ландшафт жағдайларын қамтамасыз ету және құру, белгілі бір аймаққа тән құрғақ өсімдіктерді қалпына келтіру. Бір сөзбен айтқанда қайтадан бетіне шөп шығып кетуі. Карьерді сынамалық рекультивациялау кезінде атмосфераға ластаушы заттар шығындылардың саны 4 ұйымдастырылмаған көздер. Атмосфералық ауаға шығарылатын ластаушы заттардың жалпы шығарындысы жылына 5,5 тоннаны құрайды. Бұзылған жерлерді қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу кезінде өндірістік қалдықтар түзілмейді, тек жылына 3 тонна көлемінде қатты тұрмыстық қалдықтар түзіледі. Осы жобада көзделген қоршаған ортаны қорғау және қорғау жөніндегі іс-шаралар Қазақстан Республикасында жүргізіліп жатқан экологиялық саясатқа толық сәйкес келеді деп айта аламын. Жобалық шешімдерді іске асыру кезінде жүзеге асырылатын сындарлы шешімдер мен қауіпсіздік шаралары жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Персоналдың денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғауға кепілдік береді. Олар туындаған жағдайда авариялық жағдайларға тиісті және уақытылы ден қоюды жүзеге асырады. Қысқаша осылай, бір сөзбен айтқанда бұл ұсынылып жатқан проект болашақтағы карьер қазылғаннан кейін қалпына келтіру жобасы жалпы жер кодексінің талабына сәйкес бұл міндетті жасалу керек. Жер қойнау заңнамасына сәйкес бұл міндетті жасалу керек карьер иелеріне. Соған проект жасалып осы
экологиялық сараптамадан өтіп жатыр. Сол үшін ұсынып отыр қазір. Қысқаша осы сұрақтар болса, дайынбыз жауап беруге. Сұрақтарыңыз болса қоя берсеңіз. Аттым. Қоятын шығар, Сіздер қазір не ма? Карьер жұмыс жасаватсыңдар ма ашы? Қазір жұмыс жасап тұрмын, рекультивацияның несі ғой, өткізіп отырғанымыз. Ертең жаңағы бұзылған жерлерді қалпына келтіруге де қайтадан шөп шығатын қылып жасауымыз керек қой бетіне. Жаңағы 15 сантиметрдей топырақ төсеп қайтадан шөп шығу керек та. Жоқ, біліп отырмын, енді жаңағы сіздер жаңағы карьер жасаватсыңдар, қашаннан бері істеватсыздар? 4-5 жыл болды ғой 4-5 жыл болды, ал енді қазған жерлеріңіз ғой, енді ана шұңқыр болып қалды ғой, соны бітеп не істеулерің керек қой. Басқа жерге көшулерің керек қой, солай ма? Жоқ, басқа жерге көшпейміз, сол жер ғой, уже бір жағынан алып қайтамыз, бір жағын жауып қайтарамыз ғой. Енді шұңқыр болып қалмау керек қой, осы карьерлер шұңқырлар көп қой, көмілмеген. Біріншіден көмілу керек, екіншіден рекультивация деген өзінің табиғи қалпына келу керек қой, шөлі шығу керек қой. Негізінде сіздер заң бойынша беткі қабатын алғаннан кейін сол қабатты қайтадан сол төсеулер керек. Жайылымға қайтадан жалғасып кету керек. Біздер оны бітемек түгел сіздерді қай карьерлер екен білмеймін, осы жерде карьерлер сол күйінде қалдырып кетіп жатыр ғой шұңқырларын. Сай болып. Сіздер келіп алып отырып айтасыңдар, енді соны істеулеріңіз керек қой негізінде. Бұйырсайын, сол жасаймыз ғой деп отырған. Көріп отыр қой, бір жерде барып жүріп қой, бірақ қай не екенін білмеймін, осы жердегі табыс. Оны жасасаңдар, оған біз ешқандай қарсылығымыз жоқ қой, сіздер қуанбасақ қой, рекультивация жасауға. Ол жасау үшін бірінші проект сату керек, содан кейін барып. Солай ғой енді, мына соған қаражат қорғалу керек кез келген нәрсе. Мына соның несі ме? Қорғап жатқандары. Бұны кім жаңағы табиғатты қорғау мына қоршаған ортаны солардың несі керек қой сіздерге? Рұқсатын алыңыздар. Оған біздің қарсылығымыз жоқ, рекультивация жасауға, наоборот қуанбасақ. Жасағандарыңыз жақсы көрдіңіз. Талшық 4 арық көрдіңіз бе? Сұрақтарыңыз бар ма? Ешқандай қарсылығымыз жоқ, рекультивация жасауға, біз наоборот қолдаймыз оны. Жоқ, менде сұрақ жоқ. Бұнда қарсылық болмаса, біздің тарапта жабықты жүре қояйық. Жақсы, сау болыңыз, Сабина. Сау болыңыздар. Тұрғындардың